Достар, бүгінгі концерт Батыс Қазақстан облысына арналады. Бүгінгі іріктеу концертінде осы өңірдің тек үздік бишілері ғана шақырылған болатын. Солардың бірі Айкөркем би ансамблі. Бірге тамашалайық. Ең алдымен бейнематериалға назар аударайық. Орал қаласының беттестар Айкөркем би ансамблі 12 жылдан бері жемісті еңбек етіп келеді. Бұл ұжым бишілерінің өнері талай ақынның өлеңіне арқау болып, шабыт сыйлаған. Айкөркемге көп жылдан бері білікті хореограф Сандуғаш Сейітова жетекшілік етіп келеді. Ұжым кіші, орта және үлкен топқа бөлінеді. Бүлдіршіндер би номинациясы бойынша сынға түсетін өнерпаздар қалалық балдәурен, дала дарындары 4-ші аймақтық жастарын байқауларында 1-ші орынды иеленсе, Қазақстанның 1-ші ұлттық жастар дельфилік ойындарының халық би номинациясы бойынша алтыннан алқа тағынған болатын. Жас таланттар өте ұйымшыл. Дайындықтан қолдары босай қалса, бірге серуендеп, сурет салғанды жақсы көреді. Айгөлектің жүлделі орыннан үмітті бүлдіршіндердің талабына нұр жаусын. Айкөркемде би билеп ашыламыз, Айгөлек байқауына асығамыз. Сахнамыздың төрінде Айкөркем би ансамблі.
Құрметті қаздар алқасы, Айкөркем би ансамблінің биі ұнады ма? Менің ойымша ұнаған сияқты. Бастамасы жаман емес. Айкөркем десе Айкөркем. Қыздары қандай әдемі. Жаңа сахнаға шыға келгенде мен өзім осы жерде таң қалып қалдым. О, қошемет достар. Өте тамаша барлықтары. Мынау бидің қойылымның идеясы да, мазмұны да жақсы ашылған. Әттеген-ай деген бір жері бар. Ол мынау бидің екінші бөлімі, жаңа жилеттерін киіп билеген кездегі, мынау қазіргі заманауи би билейсіңдер ғой. Сол кезде көбірек қимыл керек. Сіздер музыкадан екі есе баяу жасадыңыздар да бір түрлі жетпей қалды. Жігер, экспрессия деді ғой, жаңа, шамал жетпей қалды. Әрине сіздердің жанкүйерлеріңіз сіздерді қолдап отырды, ол да сіздерге дем берген шығар. Бірақ бидің айтып отырмын ғой, мазмұны бәрі жақсы. Егер осы екінші бөлімдегі жаңа заманауи қимылдарды көбейтіп, лексиканы көбейтіп, және шыңдай түссеңдер, қимылдардың бәрін жақсылап біркелкі орындасаңдар өте тамаша болады. Рахмет, сіздер маған ұнадыңыздар. Керемет. Көп рахмет, ендеше біз қошеметпен, қолдаумен Айкөркем би ансамблін сахна сыртына шығарып саламыз. Олай болса, құрметті көрермендер, нақты келесі айналымға кімнің өтетінін анықтау үшін біз сахна төріне Айкөркем би ансамблін қошеметпен шақырамыз. Ендеше, алғашқы болып өнер көрсеткен Айкөркем би ансамблінің ұпайларын берсеңіздер. Он. Тамаша Жанар апай. Он. Тамаша Ұлжан апай. Он. Тамаша Тәуіржан аға. Соңғы шешім өзіңізде. Қандай ұпай қоясыз? 9. Барлық ұпай 39 тамаша ұпайлар. Құттықтаймыз Айкөркем би ансамблі. Ендеше Жұлдыз би ансамблінің ұпайларын берсеңіздер. Серік аға. 9. Жанар апай. 9. Ұлжан апай. 9. Тәуіржан аға. 8. Рахмет, барлық ұпай 35. Ендеше құрметті көрермендер, Айкөлек Республикалық балалар байқауының бүлдіршіндер би номинациясы бойынша іріктеу кезеңінен алғашқы айналымға Айкөркем би ансамбль өтеді. Құттықтаймыз. Республикалық Айкөлек балалар байқауын жалғастырамыз. Бүгін сахнада Батыс Қазақстан өңірінің өнерпаздары. Келесі кезек жасөспірімдер би номинациясында. Назым, осы топ болып билеген өте қиын болар. Әрине Еркеш, барлық бишілер бірдей билеу керек. Орал қаласынан келген Айкөркем би ансамблі үлкен ұжым. Олар бүгінгі біздің сахнамызға Қамажайын биін дайындап келген екен. Биді тамашаламас бұрын экранға назар аударайық. Сандуғаш Қаршыға қызы жетекшілік ететін Айкөркем би ансамблі бүгінгі байқауда жасөспірімдер би номинациясы бойынша да сынға түседі. Талантты бишілерден құралған бұл ұжым 2001 жылы құрылған. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының ең үздік би ансамблінен түлеп ұшқан шәкірттер бүгінде республиканың айтулы өнер ордаларында білім алуда. Айкөркемнің жас таланттары әр байқауға жіті дайындалады. Би үйірмесіне уақытылы келіп, өнерлерін шыңдай түсуде. Киев қаласында өткен халықаралық жастар дельфилік ойындарында күмістен алқа тағынған Айкөркемнің бишілері облыс мақтанышы. Жас таланттарға біз де сәттілік тілейміз. Қарсы алыңыздар сахнамыздың төрінде Айкөркем би ансамблі. Қошемет.
жайдың бір талығы айрылып, қамажайдан болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін сәулетайым. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін сәулетайым. Қолымда қамажайдың алтын жүзіп қамажай, отыр мекен көзін сүзіп. Көрмесе жарты сағат тұра алмай, шеріп тұрмай, кетті мекен күдер үзіп. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін сәулетайым. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін сәулетайым. Жағалаймын мұз болса, көк бестіні тағалаймын. Үш топтан таңдап алған қамажайым өзіңді, 90 қызға бағалаймын. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, қалдым кейін сәулетайым. Жылқы деген бағып жүрсе мойнына, үкі тұмар тағып жүрсе, ішінен бір жырғаны таңдап мініп аулына, қамажайдың барып жүрсе. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін сәулетайым. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін Қазылар алқасы, сөз кезек өздеріңізде. Өте керемет. Өте жақсы дайындық болған. Қойылымдарыңыз өте керемет, маған қатты ұнады. Мен биші болмасам да. Мен солай өзіме солай қабылдадым. Нағыз қазақтың қыздары, біздің халқымыздың мақтанышы. Тамашасыңдар, кереметсіңдер қыздар. Жоғарғы кәсіби деңгей көрсеттіңіздер. Рахмет. Рахмет, бәрі тамаша. Бәрі орынды. Қойылым өте жақсы қойылған. Сендерде бір қобалжу болды. Маған қатты ұнады. Керемет. Олай болса біз дәл осындай тамаша көңіл күймен Айкөркем би ансамблін сахна сыртына шығарып саламыз. Ұпайын білу үшін біз сахна түріне Айкөркем би ансамблін қошеметпен шақырамыз. Қошемет. Олай болса, құрметті қазылар алқасы, ұпайларды білетінде сәт келіп жетті. Олай болса, алғашқы болып сахнаға шыққан Айкөркем би ансамблінің ұпайларын білсек. Серік аға. Айкөркем би ансамблі қандай ұпай қоясыз? 10. Жанар апай 10. Тамаша Ұлжан апай 10. Тәуір Жанаға 10. Тамаша, барлық ұпай 40. Ал енді Жұлдыз би ансамблінің ұпайлары. Серік аға
Барлық ұпай 40 тамаша. Екі би ұжымының ұпайлары тең түсіпті. Қандай шара қолданасыздар? Қыздар, шындығына келген кезде, осы екі ұжымда өте жоғары дәрежеде өнер көрсетті. Бізге өте ұнады. Аузымызды ашып таңғалып отырдық. Мектеп жағынан, классика жағынан Айкөркем озып тұр. Тазалық жағынан. Бірақ классика жөнінен, қол қимылдары жөнінен алда Жұлдыз. Қиым жағынан екеуің бірдейсің. Сондықтан келесі айналымға осы жоғары топта екі ұжымда бірінші айналымға өтеді. Құтты болсын. Осында бір керемет биіміз бар деген тағы таңғалатындай би болатын болса, осы екі ұжымның да өздерінің еріктіне салып керемет бір би дайындап әкелсе. Бұл да сіздерге бір жақсы мүмкіндік болсын. Бүлдіршіндер би номинациясы бойынша бірінші болып сахнаға Айкөркем би ансамблі шықты. Тентектер қойылымның мазмұнын аша білген бейші бүлдіршіндер қателіктерге де бой алдырды. Мазмұнында жақсы ашылған, әттігіне деген бір жері бар. Ол бидің екінші бөлімі, жаңа жилеттермен киіп билеген кездегі, қазіргі заманауи би билейсіңдер ғой. Сол кезде көбірек қимыл керек. Сіздер музыкадан екі есе баяу жасадыңыздар да бір түрлі жетпей қалды. Көп рахмет сіздерге. Бағалаудың нәтижесінде келесі айналымның жолдамасын Айкөркемнің бишілері жеңіп алды. Жасөспірімдер би номинациясы бойынша Айкөркем мен Жұлдыз би ансамбльдерінің үлкен топтары өз арасынға түсті. Айкөркем Тамажай биін орындады. Бәрі орынды, қойылым өте жақсы қойылған. Сендерде бір қобалжу болды. Маған қатты ұнады. Төрешілер екі ұжымды тең бағалады. Келесі айналымға Айкөркем мен Жұлдыз би ансамбльдері бірге өтті.